Наурыз түбі бір түркі халықтарының тұтастығын танытатын мейрам. Шығыс халқына тән ұлы мерекеде халық ұлт пен ұлысқа бөлінбейді. Бір атаның баласындай бас қосып, ұлық күнді ұлықтайды. Осындай ынтымақ мерекесі Еңбекші Қазақ ауданына қарасты Бәйтерек ауылында Сафар тәжік этномәдени орталығының ұйымдастыруымен өтті. Ұлттық нақыштағы кестелі тұскиіз, зерлі шапан мен сәнді көйлектер. Сан түрлі қолөнер бұйымдары мен ұлттық ас түрлерінен тәжік халқының тарихын тануға болады. Наурыз мейрамына келген меймандар алдымен ұлт болмысын танытар көрмені көріп, халықтық әуенді еліте тыңдады. Тәжік ағайын жылбасы жаңару мерекесін осындай думанмен, дастарханын ас пен жұртқа толтырып бастады. Облыстағы Қазақстан халықтар ассамблеясының бір топ өкілі 30-ға тарта этномәдени орталықтардың бірсыпырасы мен бауырлас ағайын қатысқан ұлы мейрамда ақ тілектер ағытылды. Таджикскую музыку, таджикскую культуру. Тәжік халқының Наурыз мерекесіне өңіріміздегі өзге этномәдени орталықтар қонақ болып келіп отыр. Біздің грек орталығы атынан да ең кішкентай Афродита ұжымы өз өнерлерін тарту етіп, мейрамның мерейін асыруға атсалысуда. Жалпы көп ұлтты еліміздің тұтастығын сақтауға арқау болған Наурызда елімізге өркендеу, ынтымақ, береке тілеймін. Мы поздравляем все этносы. Барлық этностарды шын жүректен құттықтаймыз. Біздің Қазақстанда 130-дан аса ұлт пен ұлыс тұрса, соның 80-ге жуығы біздің Алматы өңірінде тұрады. Осы тұтастығымыз бөлінбей, елбасының бағыттауымен өркенді ел қатарынан көрінейік. Тілі мен діні бөлек, бірақ тілеуі бір көп ұлтты халқымыздың мерекесі де ортақ. Сондықтан тәжік халқының Наурыз тойында этномәдени орталықтар ортаға шығып, ән жырдан шашу шашты. Народ отмечает праздник Наурыз особенно. Біздің тәжік халқы Наурызды ерекше құрметте үлкен мән береді. Мерекеге бір ай дайындалып, үйдің іші сыртын толық тазартады. Дастархан жайып, жастар қарттардан бата алып, реніскен жұрт бір-бірін кешіреді. Жалпы түрік халықтарына тән Наурыз мейрамы ұлттық құндылықтарымызды ұлықтап, ұрпақ сабақтастығын жалғайтын ұлық мереке. Айта кету керек, елімізде 60 мыңға жоқ тәжік халқы тұрады. 6 тәжік мектебі жұмыс істейді. Өсемін, өнемін, кәсіп бастаймын деген жасқа мемлекетімізде қолдау зор. Ел қатарлы өмір сүріп, ешкімнен түртпек көріп отырғанымыз жоқ. Бұл қазақ халқының кең пейілдігі мен ел бірлігін сақтаған елбасымыздың көрегендігінің арқасы. Осы тұтастығымыз тарқамағай дейді тәжік жұрты. Жазира Исаева, Аманжол Жолкешев, Жетісу телеарнасы.